Алдың күні индрайверге заказ бергем. Короче, бір индрайвер келді. Водитель шығып айтады маған: братан, алдыға отыра салшы дейді. Алдыңғы пассажирский сиденье бар ғой. Жарайды дедім. Келдім да, жаңа передний сиденьеға, пассажирский сиденьеге отырдым. Енді ойладым, жарайды, енді багажник занят шығар, жаңағы задний сиденьеге бірдеңе тұрған шығар. Жарайды, артыма қарап қалсам, задний сиденьесі бір жігіт отыр. Мен түсінбей қалдым, не үшін олай айтты. Өйткені жаңағы артқы сиденьеге 3 адам отырып алады ғой, былай қарағанда. Сол маған неге алдыма отыр деп айтты деп. И жарайды дедім. Мен как бы бірандай 532 деген сериалды көрген соң подозрениялар кетеді ғой. И жарайды дедім, кетіп барады. Сосын на всякий случай енді андай, на всякий случай не драйверда бар ғой, поделиться геолокацией деген. Мало ли что деп жаңағы геолокациямен поделиться дейін деп атсам, жаңағы водитель уже нет қойыпты, жаңағы заказ завершен деп, жаңағы не шығады ғой, оцените заказ деп. Ну типа как будто бір специально істелінген сияқты ше, как будто мен геолокациямен бөліспесін деп. Сосын жарайды дедім да. Короче, ол уже жаңағы екінші звоночек болды. Жаңағы не, в общем, подозрениялар кете бастады. Сосын үшінші звоночек, короче, жаңағы ем басында мен жаңағы неге кірдім дедім ғой, машинаға кіргенде бұл артқа қарағанда жаңағы водитель бар, ой, жаңағы задний пассажир бар ғой. Айттым ғой, сол жаңағы отырды деп. Сол бірінші рет мен қарағанда, в общем, орта жағында отырған сияқты болған. И одан кейін жаңа бір 5 минуттан кейін жолда кетіп бара жатқан. Былай қарап қалсам, уже ортасында емес, прям менің артымда отыр ше, как будто бір андай дайындалып отқан сияқты. Не дегенде бірдеңені мойынға сап жүріп. Еще бар ғой, сол жаңағы артта отырған пассажир какой-то вообще подозрительный болады ғой. Мысалы, бір адамды көріп қалғанда бір сразу андай бір чувство кетеді ғой. Но какой-то подозрительный, өйткені мынандай кепкасын былай түсіріп алған, прям мындай бір как будто бірден тығылып отқан сияқты ше. Сразу подозрениялар кете бастады. Сосын алдымда, короче, соткамды шығардым, не түсірдім, сторис түсірдім, короче. На всякий случай, сторис түсіріп атқанда, осы түсіріп аттым да. Максимально постарался жаңағы задний пассажирді түсіруге ше. Ну бірақ та оның, короче, несі басы и, в общем, жаңағы несі ғана көрінді, кепкасы. Если сол стористі көрем десеңдер, короче, если что, сақтап қоям инстаграмда. Актуальный сторисқа. Осы тиктокта жаңағы неде главный страницада инстаграмға басқысындар, мен инстаграм ашылады, содан көрсеңдер болады. Өзім сескенгеннен, короче, қайта қарай бердім ше, арт жаққа былай қараймын, неден зеркаладан қараймын, кішкене былай осында отырдым ше, типа, ну как бы, если что деген сияқты. И как бы олар кішкене бірдеңе сезіп қойған сияқты болды ше. И жаңағы водитель начал конкретно нервничать бар ғой. Ана водитель андай жай водитель емес, андай здоровый, толстый, здоровый, жаңағы рульдің алдында отырған, былай отырып алған, симай отырды. Короче, жаңағы нервничать ете бастады, прям машина айдап, прям жаңағы қатты жүріп. И сосын жаңағы сол моменттен бастап мен бәрін нете бастадым, отслеживать етіп бар ғой. Вербальный, невербальный барлық жаңағы сигналдарын естеп жатқан. И андай бір-біріне типа андай не болды? Бір-біріне бір какой-то бір не жіберіп жатқан сияқты болды. Знак дейді ғой, енді бір-біріне айтпайды ғой, қазір мынаны қазір бүйтеміз, мені өлтіреміз деген сияқты. Мысалы, ну болады ғой, қазір нападать етеміз деген сияқты. В общем, жаңағы водитель былай алып, короче, бір какой-то неестественный бір не жасады ше, движение жасады, былай алды да, былай қолын бүйтіп, былай қасыған сияқты, но так неестественно болды, как будто бір келісіп алған сияқты. Қазір мен, если мен мына жақ оң жақ қолымды қассам, значит нападать етеміз, сол жақ қолымды нападать етпейміз деген сияқты болады ғой, бір сигналдар болады ғой өздерінің шпиондардың. Типа маған сол неестественно көрінді ше, бәрі неестественно істеді. И сол маған тоже подозрительно болды ше. Как раз сол күннің ертеңінде мен инстаграмда пабликтардан оққам, сол жаңағындай индрайвердан жаңағындай попыткаға отырғанда байқаңдар деп андай адамдар историяларын жазып жатыр да, жаңағы қыздар жазып жатыр. Типа индрайверде какой-то подозрительный адамдар жүреді, екі-екіден жүреді, еще сондай жаңағы байқаңдар, мынау деп соның бәрін жаңағы естіп алған соң ойладым, как раз неужели мынау со мной происходит деп. Ну бірақ та бір жағынан надо учитывать то, что мен енді точно айта алмаймын, бір Құдай біледі ғой, ол адамдардың қандай намерениясы болған. Может менде бір паранойя шығар, кім біледі. Но бірақ та мен бұны
көп ұзақ ойландым осы тиктокқа түсірейін ба түсірмейін ба, бірақ та менде конкретно соны неттім. Жаңағындай подозрительный моменттер көп болды ше, прям көп болды. Мысалы біреу болса екеу болса жарайды дейсің, не совпадение шығарды. Но на самом деле жаңағы именно подозрительный моменттер өте көп болды. Прям шестое чувство дейді ғой адамда. Сол шестое чувствомен сезіп тұрдым, что-то не то, атмосферада что-то стоит, менде ондай ешқашан болмаған. И я начал чувствовать мысли дейді ғой, мысли своего противника деген сияқты. И бір тағы да момент, жаңағы кетіп бара жатқанда, ана мертвая тишина болды ше. Вообще ешкім сөйлеспейді, салонда мертвая тишина и напряжение. Какое-то напряжение тұр. Водитель прям агрессивно, прям мындай көрдім ше, мындай недовольный болып, как будто бірдеңе болмай қалды деген сияқты бар ғой. Типа он заподозрил деген сияқты, сондай чувствомен келеді ше. Жаңа машинаны айдап, бүйтіп, короче, оңға солға тез бұрылып, мен өзім дайын отырдым, осы қолымды ұстап, қазір бірдеңе болса сразу жаңағы ответқа кетеді деген сияқты. Енді мысалы водитель бір хлюпик болса, енді кішкене ойлайсың ғой, жарайды, хлюпик не істейді маған. Но ана водитель прям реально здоровый, толстый, рульға симай отқан адам, еще арт жақта жаңағы кісі отырған. Негізі, если пассажирский сиденьеде, передний пассажирский сиденьеде отырсаң, сен самый уязвимый местода отырсың ғой. Алатын маған петляма бірдеңе сым салып қалса, 2-3 секунд бітті. Сознание теряешь, сознание құлайсың, все, біттің дей бер ары қарай. Не болатынын бір құдай біледі. В общем, не напряженная обстановкада келдік, в общем, конечный пунктқа келдік, мен түстім, уф дедім, ойландым, не болды, то, что только что произошло деп. Сразу ой келді, тиктокқа видео түсірейін болсын, осы жайлы деп. Сосын өзім дополнительный кеше іздендім, пабликтарға тағы кіріп, тағы да оқыдым. Кән түскенде сондай случайлар қазір көп екен, сондай адамдар жазып атқан. Неше түрлі случайлар болады, подозрительный, неше түрлі схемалары бар өздерінің жаңағы. В общем, бар ғой, бұл видеоны жайдан түсіріп атқан жоқпын. Сендерге в общем, инструкция бергім келіп тұр, особенно қыздарға, жаңағыдай кешке қарай, мысалы жаңағыдай жалғыз жүретін қыздар болып, жаңағы индрайвер или попутка ұстап алатын қыздар. Вот, сендерге бір инструкция бергім келіп тұр. Егер де мысалы индрайвер шақырсаңдар, во-первых, всегда обязательно водительдің рейтингіне қараңдар. Рейтинг и выполненные заказы. Рейтинг 4-8, 4-9 болса, как бы уже нормально деген сөз. 5 деген редко болады ғой, обычно 4-9 болады. 4-9, 4-8, 4-7 нормально. И сосын обязательно выполненный заказ қараңдар. Егер де выполненный заказ 2000-3000 болса, значит ол опытный индрайверщик мысалы. И ода как бы оған более-менее, как бы оған сенуге болады деген сөз. А если выполненный заказ 50 болса, 30 болса, или 5 болса, мысалы ондай болған. Мысалы 5 болып тұр ма выполненный заказы? Отклонениеға бассам сразу. Өйткені все-таки доверие жоқ та ондай. Жаңағы заказ істемеген адамдарға, жаңағындай рейтингтер жоқ адамдарға. Вот, ол жаңағы, во-первых, и во-вторых, жаңағы индрайверге отырасыңдар ғой. Индрайвер или попутка, мысалы, любой такси болсын, мысалы, отырғанда обязательно жаңағы отыратын алдында машина номерін, маркасын, цветін жаттағандар. И отырған бетте сразу звондаңдар. Таныстарыңа, жақындарыңа, мамаларыңа, папаларыңа звондап айтасыңдар. Мысалы, мама или папа, мен осындай жерден, осындай таксиге отырдым, осындай машинаға отырдым, номер осындай, цвет осындай, мені күтіп алыңдаршы деп. Прям сөйлегенде жай емес, қатты естіртіп сөйлеңдер, чтобы жаңағы водитель еститіндей. Сосын үшіншіден, егер де жаңағы индрайвер шақырасыңдар ғой, мысалы, сол кезде жаңағы приложениеда көрсетіліп тұрады ғой. Мысалы, қазір Audi келеді, мысалы, ақ цветті Audi келеді, осынша номермен деп. Егер де басқа машина келсе, ешқашанда отырмаңдар. Неше жерден асығып баратсаңдар да, отырмаңдар, ол уже звоночек. Неге ол адам жаңағы былай айтқанда указывает бір машинаны, приходит басқа машина келсе, тоже звоночек. Сондықтан неше жерден асығып баратсаңдар да, ондай машинаға отырмаңдар. Жизнь дороже дейді ғой. Төртіншіден, мысалы, қазір индрайвердің правиласы бойынша былай дейді ғой, водитель имеет право взять только бір заказды істеп тастағаннан кейін, екінші заказға көшіріледі.
егер де водитель жолда кетіп бара жатқан айтса, давай мына жерден бір кісіні алып кетейік десе, келіспеңдер, олар жаңағы интроверттер разрешение сұрайды ғой обычно, или попутчиктер сұрайды, мысалы біреуді алып кетейік деп, ондайға келіспеңдер, потому что 5.38 деген киноны көрдіңдер ғой, типа сондай схема болуы мүмкін. Жаңағы мен инстаграмда пабликтарын оқығанда тоже сол схема жайлы айтты, отработанная схема деп. Сосын 5-ші достар, самый важный, ешқашанда передний пассажирский сиденьеге отырмаңдар. Самый уязвимый место, ең опасный орын арт жақта. Сен білмейсің ғой, арт жақтағы адам не істеп жатыр, постоянно қарап отырмайсың арт жақтағы адамға көз алмай. Во-первых, неге ол самый уязвимый? Потому что жаңа айтқандай арт жақтан нападать етуі мүмкін, жаңағыдай бірдеңе сымба бірдеңе салып жүреді, бітті. И во-вторых, сен кішкене жаңағы водительда саған андай не жасауы мүмкін, в общем, жаңағыдай увечье, удар, мысалы, кетіп бара жатыр, рульмен алып тартып кетеді, анау арт жақтан нападать етіп бітті. А если сен задний сиденьеде отырсаң, сен кішкене более безопасно отырасың ше. Водитель тебя не достанет деген сияқты, кішкене ол водительға доставать үшін рульді жіберіп, сөйтіп бұрылады. И как бы сен бұл жерде сенде большое преимущество болады ше, позиция жағынан. Сондықтан отырсаңдар тек пассажирский сиденьеге ғана отырыңдар. Егер пассажирский сиденье болмайды, анау мынау деп жатса, сразу айтыңдар. Басқа такси шақырам, болмайды деп. Потому что негізі ол басқа мемлекет, мысалы Америка, Нью-Йорк, сондай басқа Дубай, сондай мемлекеттерді қарасаңдар, олар жерде обычно уже, в общем, сондай не ғой оларда, вообще пассажирский, передний пассажирский сиденьеге обычно нелер, клиент заказ береді ғой, олар отырмайды, олар бәрі неге отырады, задний пассажирскийға. Оларда уже сондай менталитет, и уже олардың бәріне это норма. То есть соны олар дұрыс дейді, вот солардан қайталау керек. Отырсаңдар, задний сиденьеге отырыңдар. Сосын тағы да бір немаловажный факт. Негізі, мысалы жаңағыдай маньяктар, адам ұрлайтындар, мысалы, олардың жертвасы любой адам болуы мүмкін, да? Даже таксист, драйвершік, любой адам болуы мүмкін. Өзім жаңалықтардан оқыдым. Жаңа мысалы бір индрайверді шақырып, бір екі кісі тонап өлтіріп кетіпті деп. Сондықтан соны тоже надо учитывать, егерде водитель болсаңдар, өздерің байқап жүріңдер. Сосын жаңағы 6-шы правиланы айтқым кеттім. Вот особенно қыздар обязательно перцовый баллончик ұстап жүріңдер. Перцовый баллончик деген өте керемет зат для самозащиты. Мысалы неше жерден агрессивный жаңағындай бір адам нападать етсе, неше жерден агрессивный көзін сеуіп қалсаң, бітті. Оның бүкіл, в общем, көзімен алысып әлек болып кетеді, недовас болып кетеді, ол сөйтіп атқанда. В общем, қашып кетуге болады, или полиция шақыруға болады. Сол достар, кто предупрежден, тот вооружен дейді ғой. Жүрген жерімізде байқап жүрейік, бәрімізде аман болайық. Есіме түсіп кетті, мен бір таныс бір жігіт бар, короче. Таксист Яндекс таксида жұмыс істейді. Сол айтады алдында. Бір клиенттерді алып кеттім дейді. Короче, бір клиент отыр дейді, кішкене слегка мастау дейді. Пассажирский сиденьеге отырды. Мен за рулем кетіп баратым, бір кезде қайта қолын мына жерге салай береді дейді. Ну, типа бір повод, типа братан деп, бір қол емес, екі қолын прям былай салады дейді задний сиденьеден. Сразу 5.32-дегі схема есіме түсті да. Машина тоқтатып, түсіріп тастадым дейді. Бар деп, шықты. Вот, жаңағыдай подозрительный моменттер болса, егер сендер таксист болсаңдар, индрайвершік болсаңдар, мысалы, тоже байқаңдар. Бұл өмірде негізі неше түрлі болып жатыр ғой қазір, байқамаса болмайды. В общем, жаңағы маньяк, преступник, любой адам бола алады. Ол водитель да бола алады, таксист та бола алады, ол клиент те бола алады, жаңағыдай таксиға заказ береді. Сондықтан достар, абайлап жүрейік. Мені тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар. Лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Сосын достар айтуға ұмытып кеттім. Сендер мысалы ойлауы мүмкінсіңдер ше. Мысалы мен кімге керекпін деп ше, мысалы, ой, мені не үшін похищать етеді, мен ешкім керегі жоқпын ғой деген сияқты. Мысалы, менде ақша да жоқ, мені вымогать ететін деген сияқты. Но на самом деле қазір мен өзім изучать еттім. Адамдар неге жоғалып жатыр, қайда кетіп жатыр, ол адамдар табылмай жатыр ғой деп. Андай организациялар бар дейді, преступная организация, которая адамдарды специально похищать етеді и органдарын сатады. Сендер білмейсіңдер ғой, но сендердің денелерің бәрі целый кладезь органов, целый кладезь богатства. Бір жүректің өзі қанша, даркнетта, жаңағы теневой рынок дейді ғой, $5000,
бүйрегі $3,000, анау бар, желудок бар. В общем, сонда преступный организациялар бар дейді, которые адамдарды ұрлап, органдар сататын. Вот, сондай адамдар ұрлап кетуі мүмкін. Сондықтан достар, байқаңдар, өздерің көрген шығарсыздар, қаншама жерлерде объявление тұрады, адамдар жоғалып жатыр, вознаграждение. Мысалы, ол адамдар табылып жатқан да жоқ. Может, бір-екеуі табылып жатқан шығар, но на самом деле сондай жағдай байқап жүріңдер. Достар, менің осы видеомен барлық достарыңа, таныстарыңа, туыстарыңа, жақындарыңа бөлісіңдер. Мүмкін осы менің айтқан советтерім біреудің өмірін құтқарып қалар.